Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен ең дәмді синнабон булочкаларын дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен сүт, су, шым тұз, шекер, жұмыртқа, дрожж және сары майымыз қажет болады. Ең бірінші осыларды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаны негізі дрожж салғаннан кейін дрожжымыз шамалы көтерілгеннен кейін барып салуымызға болады. Мен мына жерде бірден салып жібердім, бірақ ештеңе етпейді. Енді сары майымызды, дрожжымыз шамалы көтерілгеннен кейін сары майымызды құйып, ұнымызды бөліп саламыз. Жақсылап тұрып қамыр илейміз. Менің каналыма лайк басып, тіркеліп қалыңыздар. Барлық ұнымызды саламыз. Қасықпен илеуге келмегеннен кейін дұрыстап тұрып қолымызбен илейміз. Осындай қамыр шығады. Мен бүгін 2 порциядан істеп жатырмын. Негізі шағын қылып 1 порциядан істеулеріңізге болады. Шамалы 15 минутқа бұқтырып қоямыз қамырымызды. Содан кейін көріп тұрғандарыңыздай 4 бөлікке 4 күлше бөліп аламыз. Дөңгелетіп дайындап аламыз. Содан кейін қалған күлшелерімізді бұқтырып қоямыз. Бір күлшемізді алып, дөңгелетіп, әдемілеп жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін үстіне сары майымызды жағып шығамыз барлық нанға. Содан кейін шекер себеміз. Барлық нанға шекер сеуіп шығамыз. Шекерімізді сеуіп болғаннан кейін корицаны барлық қамырға сеуіп шығамыз, дөңгелетіп. Сіздер корицаның орнына макты да қолдануларыңызға болады. Менің балаларым корицамен жақсы көргендіктен мен бүгін корицамен жасап жатырмын. Осылай корицаны сеуіп болғаннан кейін нанымызды дөңгелектеп шиыршықтап ораймыз. Содан кейін бұрышын біріктіреміз, ашылып кетпеу үшін. Сосын бөліп шығамыз. 5-6 сантиметрдей противеньге орналастырамыз. Булочкаларымызды орнатып шығамыз. Содан кейін 180 градуста 15-20 минутта булочкаларымызды пісіріп аламыз. Мінекей булочкаларымыз пісті. Енді бетінен жағып жатқан жақпам. Яғни бұл қаймақпен 20% сгущенканы араластырып, булочкалардың бетіне толықтай барлығына жағып шығамыз. Булочканың бетіне әдемі болып сіңеді. Сіңгеннен кейін шаймен бірге отбасыларыңызбен жеулеріңізге болады. Жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді булочкалардың бірі.